Құрметті достар, мынандай есепті шығарайық. Сызбада функцияның графигі берілген, екі нүктеде жанамалар өткізілген. Туындының мәндері берілген, бірақ айтпаған қай нүктеге қай мәні сәйкес келеді. Осы сәйкестікті табу керек. Қай нүктеге қай функцияның туындысының мәні сәйкес болады. Туындының геометриялық мағынасы туралы теорема бойынша жанаманың көлбеулі бұрышының тангенсі сәйкес келетін нүктеде функцияның туындысына тең. А нүктеден бастайық. Көлбеулі бұрышты таптық. Жасыл бұрыш көлбеулі бұрышы болады. Б нүктеге сәйкес көлбеулі бұрыш қызыл бұрыш болады. Көлбеулі бұрыштарды анықтап басқа видеода қарастырдық. Сілтеме сипаттамада. Енді осы екі бұрышты салыстырайық. Қызыл бұрыш үлкен болып тұр. Тангенс өспелі функция. Бұрыш үлкен болса, тангенстің мәні де үлкен болады. Сондықтан қызыл бұрыштың тангенсі үлкен болады. Қызыл бұрыш бізде Б нүктеге сәйкес. Сондықтан Б нүктедегі туынды үлкен болады. Берілген мәндерінің арасында 1,664 үлкен. А нүктеге 0,554 қалды.